Байға бүгін құтлы сөз керек, өңгейсіз, өскейсіз, міслі байтерек, ата дуалары қабылдыры бүгін. Неке бүгін Сәбитаға перзенттердің ішіндегі ең бір әкеге жақыны бұл қыз бала болады, алдырақ тұрамыз. Қыз бала үшін әке сүйенген асқартау болады. Міне бүгін ұсақ қашекем қызыңыз сізге сеніп, сізге сүйеніп жасап келді. Бүгін міне күйеу баламызға өз қолдарыңызбенен аманат етер екенсіз, қызымызға өзіңізді жүрегіңізден шыққан ақ тілегіңізді білдіріп, келген меймандарымызға тілеклеріңізді білдірсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті халқым. Қызым Айзада барған жеріңде тастайсың, біздегі жүрісті темен ұратпағайсың, бақытты өтесің. Рахмет, неге әкесінің берген ақ пәтиялары қабыл болсын. Ендігін обед қызымызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жақты әлемге әкелген анасы Гүлзабираға сөз нәубеті беріледі. Қыз баланың қызметі сол басында, қала алмайды әке шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар расында, қыз ұзату қиын екен анаға. Неге бүгін Гүлзабира әрбір шаңырақта қыз бала ана үшін орны бөлек болады. Қызыңызды суаққа шекем жаныңызда сақлап білген тәрбияларыңызды бердіңіз. Енді мен өзге шаңыраққа, яғни шын үйіне ұзатылар алдында әрбір ана өзінің жүрегінен шыққан ақ тілегін білдіреді. Ешбір анаға аңсат емес, жүрегінің бір пәршесі болған перзентін өзге шаңыраққа қию. Сонда да міне Айзада қызымызға өзіңіздің ақ тілегіңізді білдіріп, күйеу баламызға аманат етіп тапсырамыз. Ассаламалейкум, құрметті қонақтарым. Бүгінгі тойдап келгендердің үйлерінде әрмеңінде жақсы ниет той болғай Құдайым со. Айтқан күнімен тілеклеріңіз, пәтияларыңыз Құдадарғайында қабыл болсын. Мына Айза қызым жаным, бақытлы болғайсаң, өзіңнен оны өсіп, үбірлі-шүбірлі болғайсаң, күйеу баламменен бір жақсы өмір сүріп, оқуларыңыз, оқып отырған оқуларыңыздың нарлары қалың болып, солардың жақсы күлдерін көру несіп еткей біздерге. Азиз балам, қызымды, Айза қызымды сізге аманат етіп тапсырамын. Қызым алпешілеп, пәлпелеп өтірген қызымды жақсы өзіңіз қарағайсыз Құдайым со. Сізге тапсырамын қызым аманат. Бақытлы болып, өзіңізде өніп өсіп, үбірлі-шүбірлі болып, біздерге жақсы бір үйме ақыл шалықлармен қыдырып келгендей мас болып, солардың сіздердің жүздеріңізден еш уақыт күлкі кетпей, күліп ойнап келгейсіз. Бақытлы болың. Рахмет, ата-анасының берген ақ пәтиялары Алла даргайында қабыл болсын дейміз. Аш қалса да өзі жемей жегізген, мехрі менен аппақ сүтін емізген, тілін шыққан уақытта ана дегізген, еркелетпес сені анаңдай ешкім. Сен үлкейіп, әкең барар орталап, тойын беріп атыр міне торқалап, ұмытпа еш өсіргенін арқалап, еркелетпес сені анаңдай ешкім. Ортан ашып тұрақ, намада баларды алып тұрақ, қана азырақ. Неге бүгін Айзада сіңлен балалық пенен ата үйіменен қошыласып, бүгіннен бастап шын үйіне ұзатыласам. Әрбір шаңырақта қыз баланың қызметі сол болады. Не осы жерде сізді соқта чекем ата-анаңыз не білгенін үйретті, тәрбияларын берді. Ешкімнен кем қылмайын деп оқулар оқытты. Осы ата-анаңыздың және де үлкен аталарыңыздың үмітін ақлағандай перзент болғайсаң. Халқымыздың ібратлы сөздері бар. Дүниядағы ең батыр инсан бұл қыз бала екен. Қыз бала себебі өзі білмеген, сырын білмеген шаңыраққа барып, бір өзі сол шаңырақта қалып, сол шаңырақтың тәрбиясын алып, өніп өсіп, сол жерде тастай батып, судай сіңіліп, қожалық болуға әрекет етеді екен. Әнеке сіңлім сол халқымыздың ібратларына өзінің құлақ асып, ендігі жағында барған жерде қайын-ата қайын-енеңнің астына иіліп төсек салып әр уақыт қызметінде болғайсаң. Ата-анаң міне бүгін сізге хажарлар айттырып той беріп атырыпты. Әрбір қыз баланың арманы бұл ата үйінен ұзатылып кету. Осы ата-ананың үмітін ақла, қолларынан келгенінше сауға саламлары беріп атыр. Сол сауға саламларын күйеу баламызбенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал күйеу баламыз неке бүгін анасы Гүлзабира Айзада қызымызды ұсуақытқа жекем жанында сақлап, бүгін міне сіздің шаңыраққа, яғни сізге аманат етуде.
Екеуіңіз сабырлы болып, ауызбіршілікті болсаңыз, өмірде ең бір бақытлы шаңырақтардың бірі боласыз. Соның үшін енді Айзадан қызымыздың көзінен жас ақтырмай, осы қызымызды қоллап қуатлап оқыған оқуларыңыздың нанлары екеуіңізге бұйырсын дейміз. Ал Айзада сіңлім, бұл шаңырақта анаң сені қандай көрген болса, барған жеріңде қайненең сізге сондай қамқор болсын. Сол уақытта келін менен қайненеңнің арасында сыйластық болады. Ендігі нәубетті қызымызға арналған аужар құсығына беріледі. Аужар құсығы уақытында Жасылкен атасы, Дайы атасы Қалендер ағамыз келіп, қызымыздың маңлайына сүйеміз, себебі бұл атамыз өніп өскен үлкен шаңырақтардың бірі. Ал онан соң Жасылкен аналарымыз, ата-анасы, туған туысқандар қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Sıvı jaray, kaybedenin kızları, nazım oldu tojaray. Sınırı sağırıp durmaz kaynar, sarılan düştü aşır. Sırmaz bağlana jan çirge, çirge gözler aşır. Kızımızda kүйеу баламызға өз қолдарыңызбен аманат етіп тапсырамыз. Ал күйеу баламыз қызымыз сізге аманат. Осы қызымызды қолдап қуатлап, hamisha бақытты тұрмыс кешіргенсіз.